Баршаңызға сәлем достар, менің каналыма қош келіпсіз. Бүгін сіздермен өте пайдалы табиғи өрік шырынын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге жасаңыздар. Міне осындай өте дәмді, нәрлі келеді. Алдымен өріктерімізді тазалап жуып, дәнектерінен ажыратып шығамыз. Барлығын ажыратып алдық. Келесі кезекте өріктерді ет тартқыштан өткізіп аламыз. Ет тартқышыңыз жоқ болатын болса, өрікке аздап су құйып, бір қайнатып, өттің астын сөндіріп, суығаннан кейін артық қабықтарынан ажыратып алуыңызға болады. Міне менде дәл осы ыдыспен екі ыдыстан 4 ыдыс ет тартқыштан өткізілген өрік болды. Ал енді оған 2 есе су құйдым. Өзіңіз араластырып, қаншалықты қоймалжың керек, сұйық керек, соған қарай суды қоса бересіздер. Мысалы, менде ет тартқыштан өткізілген өрік 4 ыдыс, яғни шыны ыдыспен 4 ыдыс болды. Соған 8 ыдыспен су құйдым. Дәл сол ыдыспен болу керек, яғни 2 есе етіп. Енді ары қарай өзіңіздің қалауыңызша суы. Енді артық қабықтарынан ажыратып алу үшін ішкен кезде бір жұмсақ, артық қабықтары болмас үшін осылай сүзгіштен өткізіп алсаңыздар болады. Бірақ менде сүзгіш кішкене ыңғайсыз және уақытты алғандықтан осындай қызыл сетканы қолдандым. Бұндай сеткалар картоп пияз сатып алғанда картоп пиязды салып қояды, әбден жуып, тазалап қолданамыз. Міне артық қабықтарының қалдықтары қалады, қаласаңыз тастап жіберсеңіз, немесе қант қосып, әбден джем сияқты етіп, жақсылап қайнатып, пирогтарға қолдануға болады артығын. Міне біздің шырындарымыз дайын. Ал енді отқа қойып, бір 40 минут 45 минут шамасында қайнатамыз, орташа отта. Қайнаған соң бетіндегі көбіктерін алып тастаймыз. Ал енді стерилденген банкілерді және стерилденген қақпақтарымызды дайындап аламыз. Әр 2 литрлік банкіге 200 граммдық бокалмен толтырып бір бокал шекер сала бересіздер. Тәтті болып кетсе ештеңе етпейді. Ең бастысы қышқыл болып қалмау керек. Өрік негізі қышқылдау келеді. Тәтті болып кетсе, қыстың күні ашқан кезіңізде үстіне аздап қайнаған су қосып жей бересіздер. Міне біздің дайын барлығы. Біздің шырынымыз дайын. 45 минут қайнады. Құятын кезде қатты етіп қайнатып, сахарлап қайнатып тұрып, банкілерге құямыз. Құятын кезде оттың астын қатты қойыңыздар. Сонда қатты қайнап, банкілерге құйып барлығын жауып шығамыз. Менде 4 килограмм шамасындағы өріктен 12 литр шырын шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте пайдалы шырын. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Кейінгі видеоларда кездескенше сау болыңыздар. Егер ұнаса төменге пікір қалдырып, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Каналға тіркеліп кетіңіз.